өздеріңіз көріп жүрсіздер ғой, соңғы уақытта мен біздің кәсіпкерлерге қолдау білдіріп, бұл бірге жұмыс жасап жатырмын, иә. Енді қараңыздар, маған бір күшті ой туып тұр. Қалай қарайсыздар? Қазақ тілін дамыту мақсатында жай ғана бір олардың кәсіптерін алға айтып, өзім немде салып қоймаймын. Мысалы үшін қараңыздар, олардың дүкені болса, кез келген кәсіппен айналысатын болса, қандай адамдар жіберейік? Ол мысалы үшін қазақ тілінде қызмет көрсетсін. Сол кезде оны мақтап, жаңағыдай өзінің оқырмандарымды да айтып болған жіберетін болайық. Иә, қазақ тілде қызмет көрсетіп, жаңағыдай бір қазақы болып өзімізге қолдау білдіріп, мысалы үшін өз өнімдерімізге өз тілімізде сөйлеп жататын болсақ, жаңағыдай мысалы үшін білмеймін, дүкенін бір саудагері мүмкін бір 3%, 5%-ық мүмкін бір жеңілдіктер беретін шығар. Мысалы үшін қазақ тілінде сөйлеп, емін еркін сөйлеп, қызмет жасағанына байланысты біз де мәз болып кішкене үстіне бір жарайды, мысалы үшін жақсы қызмет атқарып жатсың, мысалы үшін сварщик шығар, мүмкін бір разнорабочий шығар, білмейміз ғой, әйтеуір үстінен мысалы үшін мән деп 1000 теңгесін қосып жіберіп қолдау білдірсе, міне сондай керек болса жазыңыздар, жұмыс істеуге мен дайынмын, бағасын келісеміз. Алға.